Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 18-ші сабақты талқылаймыз. Сабағымыз тақырыбы біздің жобамыз. Ауызша сөйлеу кезіндегі қимыл мен ым-ишара. Ауызша сөйлеу кезінде сөйлеуші айтар ойын, сезімін, көзқарасын дауыс ырғағы, дауыс күшімен бірге қимыл мен ым-ишара арқылы да жеткізе алады. Қас, ауыз, көздің көңіл-күйге сәйкес өзгерісін бет-бейнеден анық байқай аласың. Оған төмендегі тапсырмаларды орындау барысында көз жеткізесің. Ал төмендегі тапсырмаларды орындайық. Бірінші, балалардың бет-бейнесінде қандай өзгеріс болғанын тауып көр. Сиқыршы боз шабаданға мысықты салып, қақпағын жапты. Біраздан кейін ашып еді, ішінен күшік шықты. Балалар таң қалды. Ал балалардың бет-бейнесінде қандай өзгеріс болғанын тауып көрейік. Ауыздары ашылып, көздері бақырайып, қастары көтеріліп, таң қалған екен. Екінші мәтін. Бүгін Айгүлдің туған күні. Ол жап-жаңа көйлегін киіп далаға шықты. Есік алдында 2-3 бала доп ойнап жүр екен. Доп абайсызда Айгүлдің үстіне келіп тиді. Әппақ көйлегі сатпақ-сатпақ боп шыға келді. Бұл жерде Айгүл ренжіп жылады. Бет-бейнедегі өзгерісті тауып көрейік. Көзден жас ақты, қабақтары түсіп кетті. Жылады. Екінші, сен де өз нұсқаңды ойластырып, қуанған немесе ренжіген баланың жағдаятын құрастырып көр. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарыңның алдында қорға және бағала. Ал балалар, біз қуанған баланың жағдаятын құрастырып көрейік. Бүгін Мұраттың туған күні. Атасы Мұратқа үлкен машина сыйлады. Мұрат қатты қуанды. Бұл жерде баланың қуанған жағдаятын құрастырдық. Екінші жағдаят. Көлік Ерасылдың сүйікті ойыншығы. Арман байқамай Ерасылдың көлігін сындырып алды. Ерасыл ренжіп, көңіл күйе түсіп кетті. Ал бұл жағдаятта ренжіген баланың жағдаятын құрастырдық. Балалар, бүгінгі сабақтың тапсырмалары аяқталды. Сау болыңдар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.